Бисмиллахи-рахмани-рахим. Батамен ер көгерер, жаңбырмен жер көгерер дейді. Дұға өлілерге де, тірілерге де аса қажет. Дұға оқылып бата жасалғанда ізгі тілекке көп болып қол көтереді. Алла тағалада көптің тілеуін беремін деген. Осы видеода ұсынылып отырған барлық дұғалардың кейбірі дастархан басында оқылса, кейбірі тұмар ретінде адам бойында сақталады. Енді бірі күнделікті жүріп тұратын көлік, сауда-саттық дүкендерінде көрнекті жерде сақталса, бәле жаладан аман болып, сауда-саттығы жақсы жүреді. Енді бірі ауру сырқатқа шипа болып сауықтырады. Қалай десек те, дұға тірілер тіршілігіне қуат береді де, өлілерге сауап болады. Қымбатты оқырмандар, міне сіздердің назарларыңызға қасиетті саналатын дұғаларды ұсынып отырмыз. Алла тағала ақ тілектеріңізді қабыл етіп, тілегендеріңізді берге. Я Алла, жер бетіне тек жақсылықтар жайылып, жаманшылықтар ада болсын. Халқым, жұртым аман болсын. Алдарынан нұр төгілсін. Әмин.